Ё-моё. Емба. Аям ооруп бүттү го, кире берип. Бір қаладан келіп жатқам ғой, кішігірім ауылдан. Кішкене барып демалып қайтайыншы деп үй сатып алғам ғой бір. Сол үй таппай кеттім ғой, ё-моё. Сол енді мына жақта болу керек енді, кәні тура алдыға жүре берсеңші. Аңды. Суым да таусылды, ё-моё. Мына суды қарашы, бетін жуып алайыншы кішкене. Батып кеттік қой. Нормально. Шашып кеттік қой. Аям шуас сасып жатқанса шуас. Кроссовки киіп алғам ғой аяғыма еще. Күн қайнап жатыр шыжырап ше, адам нервісіне тиіп. Аяғым, ойбай өзім аям ауырып кетті, түсіп кеткенім қалай кетті. Айбай аяғым ай. Ё-моё. Мына үй сияқты ғой, тез барайын енді соған. Аям ауырып кетті, әрең жүріп келіп жатырмын. Бір жағым жүрдім, машинам жоқ қой, машина сатып алу керек еді. Бір түн жүрдім ғой, бір түн. Ё-моё. 1,5 сағат деп қоям. Бір түн жүрдім, бір күн жүрдім. Міне осы үй деймін. 2 этажный ағаштан жасалған үй деген еді ғой. По-моему, осы сияқты. Осы сияқты. Так, есігін тоқылдатып көрейік енді. Есігін ашық қой есігі. Есігі ашық бірге. Ё-моё, жарайды. Мына жақта үйдің кілті тұр екен. Үйдің кілті болғанымен не үшін есігі ашық бұның? Мынаны қарасаңызшы, есігі ашық бір екен. Жарайды. 6 стакка сатып алған ем осы үйде. Негізі 5 стакан, 1 стак жиһаздармен барлығымен сатып алған болатым. Мына ішіне сақып кететін шығар мен. 2, 3, 4, 5, 6 болды. 6 стак салдым. Өзге барып кететін шығар. Мен енді бұл үйде дым болмайтын шығар, елес деген жоқ шығар. Отыратын орындау бар екен. Нормально. Нормально қақышта тұруға кейін үлгейдем. Яғни мен ауылдан көшіп кеттім, өзімен нервім тек күтіп алуға. Бірақ қол жуатын жер, ё-моё. Печка мынау холодильнигі бар екен бірге. Холодильникте дым жоқ. Магазин бар шығар жақында, аштан өлмейтін шығар. Өйткені менде 3-ақ қана тауық нетін, 2-ақ қана нан бар. Білмейміз, алда уақытта көреміз енді. Осындай екен, іші комфорт екен. Мынандай жағын өмірінде көрмегенмін ғой. Не көрген бірақ мен үйінде болмаған, мен үйінде факелді тұратын еді. Алда уақытта көреміз ғой енді. Так, екінші этаж бар екен ғой. Екінші этажға осылай көтеріледі екен. Жақсы. Жататын орны бар екен. Аяғым ауырып кетті. Ё-моё. Жақсы екен, бочкаларында дым жоқ шығар, дым жоқ қой енді. Киімдерін әкетіп қалған, заттарын бәрін әкетіп қалған шығар. Мына тағы да бір адам жатуға болады екен. Мен жатпаймын, мен ана жерде жатамын ғой. Мына жатуға болады екен. Болсам келіп жатқан кезде, қонаққа келген кезде жататын болса, соған жатады да, багажыммен аған жата беру. Жақта жалғыз тұрамын-ау деймін мен, қасында ешкім жоқ қой менің. Компьютер ноутбугымен бар екен ғой, ноутбугымен. Ертең мен осы ноутбукты ауыстырамын. Ертең нормальный жиһаздар әкелем осы үйге ше, ертең нормальный жиһаздар әкеліп салып, жиһаздар уже ескіріп кеткен ғой, қазір сандықтар тұр, сандық төсектер нормально. Мына кір болып кеткен төсек, мына алып тастау керек вообще. Алып тастап, мына картинкалар тұра берсін енді нормально. Мынаны қарасаңызшы, бұрынғы нелер. Ё-моё. Кроват кішкене кір. Оларды талып мына уже сынып жатыр. Қолдар қисып, бұны алып тастау керек қой. Ноутбук вообще қатып қалған ғой, істемейді.
Сындырып алдым да такой, ёкине палкини. Сынып тұрған нәрсе өзі. Жақсы, енді осы лақтыра салайын. Кереміз. Жасыңыздай. Ипотекасын. Жарым жылдай тұрған бұл екісі. Мен жауап тұрмын. Мен бұл екі адам сұрап тексеріп алмай кетіпті. Нормально маған болады пока что. Пока что заттарын яқасақ қойын, енді алмаздарын қойын ішінде. Палканы деген сияқты. Кәдімгі, ё-моё. Заттарын сақ қойын осы жерге. Қызын сақ қойын, яқаларын сақ қойын. Болды енді, нормально барлығы. Ұйықтайын ал енді мен. Ұйықтайын ал. Жақсылап демалып алайын, уже кеш батып жатыр екен, еще далада.